Суды ішкен кезде достар, біз осылай отырып ішсек, тіке тоқ ішекке түседі біздің. Ол кезде ішкі организм қабылдамайды. Терлейтін адамдар тер көп шыққан сайын не дейді? Мен бүйрегім әлсіреп дейді. Олай емес. Терлеген сайын денеңіздегі ішкен суыңыз, чайыңыз, тамағыңыз барлығы сыртқа теуіп шығарып тастады. Сондықтан біз терлейміз. Ол денеңізде ешқандай су құрамы жоқ. Бара-бара мына түске барсаңыз, денсаулығыңыздан алаңдасаңыз болады. Егер де мына түске барса, түсі, кіші дәреттің, ол кезде денсаулығыңыздан алаңдасаңыз болады. Алаңдамай өмірден қам қайғысы жүрген адамдар бар. Ертең күні төсек тартып жатқан кезде біз сол өмірімізге зар боламыз. Біз өлсек те жақсы өліммен өлейік. Баламызға, әйелімізге, күйеуімізге, күн салмай әке-шешемізге төсек тартып жату деген қандай қасірет, қандай қасірет. Сол үшін біз ертерек күтімделуіміз керек. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Жолын іздесеңіздерші. Мен не себептен салмағым артып кетті? Менің не себептен салмағым төмен? Не себептен басым ауырады? Не себептен асқазаным ауырады? Не себептен бетіміздің терісі түсіп кетті? Не себептен етеккіріміз дұрыс келмейді? Осыларды біз алаңдауымыз керек қой. Бүгін мына дәріні іш, керемет болады десе аласыздар. Мен алдап өйтіп сіздерге дәрі сатпаймын. Денсаулығыңызды қалай қорғау, қалай күтім өз қолыңызда тұр. Білсеңіз, ал білмесеңіз жүре бересіз. Бір күні баламыз еңірейді. Әке-шешесі ауырып қалса, балаға ауру азап болады. Ал әке-шешеміз баласы ауырып қалса, әке-шеше зардап тартады. Сол үшін өмірдегі тірі жүрген тіршілікті біз жақсы өмір сүру үшін сіздер шаршап жүрсіздер. Байлықты, бақытты, күйеуді, әйелді, ақшаны басқа әлемнен іздеп шаршап жүрсіздер. Ол басқа әлемде емес, сіздің жан дүниеңізде тұр. Сізге берілгенді ешкім алып кете алмайды. Біреудің берген несібесін біреу тартып ала алмайды. Алла тағала дүниеге келгенде саған берілген. Соны біз алып шығып, қолдана алмай жүрміз өзімізге. Ойбай, күнделікті біз ақшаға құл болып кеткенбіз. Ақша біз үшін жұмыс жасау керек. Ақшаға біз құл болмауымыз керек. Біз ақшаға қалай жұмыс жасаймыз? Сіздің деніңіз сау болған кезде сіз ақша өздігінен келеді сізге. Ақша өздігінен сізді іздейді. Мынаған барсам әйел ауырады, мынаған барсам күйеу ауырады, мына семьяға барсам баласы ауырады деп ақша больницаға барғанды қаламайды екен. Міне, сол үшін не жасаймыз? Не жасау үшін біз денсаулығымызды күтімдеуіміз керек, достар. Денсаулық жақсарған кезде ақша айтады. Біз жылаймыз ғой, жоқ деп. Мына түпсана деген өте қиын мақұлық, мынау ештеңкені ұқпайды. Жоқ десең, жоқ бола береді, жоқ бола береді. Бар десең оңалар дейді. Бір сіздің досыңыз арақкеш болса, оның жанындағы достарының бәрі арақкеш болады. Егер де бір досың бай болса, оның қасында түгел бизнесте бай болады. Міне, адам кедей емес, достар, біздегі идея кедей, идея. Мына идея кедей, содан кейін біз кедейміз. Идеяны азат етіп, денсаулықты күткен кезде ақша өздігінен келеді сіздерге. Сіздер басқа әлемнен іздеп шаршамаңыздар ақшаны. Ақша сіздің жан дүниеңізге берілген, сіздің ризығыңыз. Жан дүниеңізде тұр. Соны жан дүниеңіздің қалауымен сіз алып шыға алмай жүрсіз жарыққа. Сонымен өлсек кетеді ол. Енді не істейміз, достар?